Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Бурабай бұл жай ғана табиғаттың көркем бейнесі емес, бұл ғаламның жердегі киелі кеңістігі. Ол бүкіл жаратылыс қабаттарын бір орынға тоғыстырып, көк пен жерді жалғап жатқан ғаламдық мектептердің ең жоғарғы класы. Бұл жерде уақыт тоқтап, мәңгілік тіл қатады. Табиғат ана қолымен сызып қойған бұл өлке ашық аспан астындағы ғалам кітапханасы. Мұндағы әрбір тас, әрбір қарағай өткен мен болашақтың құпиясын бүгіп жатыр. Рухтар әлемі мен даналық мектебін көзіңізбен көресіз. Көне соқпақтармен жүріп отырып, бабалардың үнін, ертегілердің ақиқатын сезесіз. Барзақ әлемі тән мен жанның, көрінетін мен көрінбейтін дүниенің нәзік шекарасы осы жерде ашылады. Гиперкеңістік айлағы. Бурабай адам санасының шексіздікке ұмтылатын ғарыш айлағы. Мұнда материя мен энергияның тоғысуынан жаңа сана оянады. Бурабайдың асқан таулары жай ғана гранитті массивтер емес, олар 6000 жылдық тарихтың тірі куәгерлері. Олардың үнсіздігінде бүкіл адамзат өркениетінің жаңғырығы бар. Бурабайда атақты Кенесары хан үңгірі бар. Үңгір бұл тек тарихи орын емес, бұл бүкіл дәуірлерді өз ішіне сыйдырған мәңгілік ғалам үңгірі. Оның тереңінде еркіндік рухы мен жаратылыс құпиясы мәңгілікке мөрленген. Үңгірді көзбен көру, жоғарғы биіктікке көтерілу мәңгі есіңізде қалатын оқиға. Бүгінгі Бурабай ғарыштық энергияның жердегі шоғырланған нүктесі. Мұнда келуші әрбір жан өзін жай ғана қонақ емес, ғаламның бір бөлшегі ретінде сезінеді. Бурабай рухтың тазаруы, ақылдың тоғысуы және жоғарғы санаға жасалған алғашқы қадам. Бурабай жері Құдайдың жерге түскен нұры, ғаламның ашық кітабы. Маусымның бірі күні жоғарғы әлемнің жаратуымен жер бетіндегі ең киелі нүкте Бурабайда адамзат тарихындағы теңдессіз құбылыс орын алады. Бұл жай ғана жиын емес, бұл жан мен тәннің ретриті. Ғаламдық мектептің ең жоғарғы класының ашылу салтанаты. Уақыт порталы 12 сағатпен кеңістіктің заңдылықтарын өзгертеді. Жер өлшемімен кездесу 12 сағатқа созылса, рух өлшемімен біз сана арқылы 12.000 жылдық уақыт кеңістігіне көтерілеміз. Бір сәттің ішінде мыңдаған жылдардың даналығы мен тәжірибесін бойға сіңіру мүмкіндігі туады. Бұл ғалам мектебінің ашылуы семинар. Ретрит тәннің демалысы емес, жанның қайта туылуы. Дене деңгейінде Бурабайдың шипалы ауасы мен суы тән клеткаларын жаңартады. Сана деңгейінде 12.000 жылдық тәжірибе бойға дарып, көріпкелдік пен даналық оянады. Тылсым деңгейде барзақ әлемі мен жоғарғы қабаттардың есігі ашылып, әрбір қатысушы өз ғарышын табады. Бурабай бұл нүкте, маусымның бірі сол сәт, сіз сол ғаламдасыз. Ғалам қабаттарында өркениеттер, рухтар жиналысы үздіксіз болуда. Жоғарғы әлемдегі өзгерістер тікелей жердегі адамдарға да әсер етеді. Ғалам жиналысында қозғалатыны адамзат дамуы, санасының жоғарғы өлшемге көтерілуі, ол үшін жердегі жұмыстардың ғаламмен синхронды түрде жүруі туралы қозғалады. Жер планетасынан бөлек Марс, Венера, Плутон планеталары да өзгеруде. Олардың да тағдыры қаралуда. Планета ретінде жаңа саналық секіріс басталды. Қазір жерде біздер адам ретінде 100 түрлі өлшемдеміз. Сана тұрғысынан алсақ, жоғарғы орта, төмен бәрі аралас өлшемде отыр адамзат. Кристалл энергиясы санамызға әсер етуде. Ғаламдық жаңғыру, тазару мен таңдау кезеңі қазір. Қазір қайта жүктелу процесі басталып кетті. Қазір сұрыпталу жүріп жатқан уақыт. Өміріміздегі ниетті түзу емес жандар, жалған достар мен ескірген байланыстардың бәрі сүзгіден өтіп, айналаңыз тазаланып жатыр. Бұл кезеңнің басты мақсаты әрбір жанды өз өмірлік миссиясына бағыттау. Егер сіз жүрек қалауыңызды кейінге қалдырып, өз жолыңыздан тайқап жүрсеңіз, ғалам сізді
қиын жағдайлар арқылы болсын өз міндетіңізге қайтаруға мәжбүрлейді. Өйткені қазір бәрінің өз орнына келетін шағы. Төбеде қарап тұрған Құдайдың көзі тура болсын деген сөз бар қазақта. Яғни не істеу керек? Қарсыласпаңыз. Жаныңыздан кеткен адамдарға жармаспаңыз. Ғалам сізді олардан босату арқылы әлде қайда биік рухтас ортаға жол ашуда. Ішкі дауысқа құлақ тұрыңыз. Сыртқа шығу емес, жүректің үніне сеніңіз. Қазір сенім мен ниет саналатын сәт. Жүректі шыңдаңыз. Тазару процесі ауыр тиюі мүмкін, бірақ ол сізді жаңа деңгейге дайындап жатыр. Ғалам қателеспейді. Ол тек артық жүктеуден арылтып, шынайы болмысыңызды табуға мүмкіндік береді. Ішкі арпалыс биікке өрлеудің баспалдағы. Тазару жолы ешқашан оңай болмайды. Бұл кезеңде сізді эмоциялық сілкіністер, себепсіз бас ауруы, таусылмайтын жас пен бүкіл әлемге деген өкпе реніш билеуі мүмкін. Бұл іштегі ескі энергияның сыртқа шығып, жаныңыздың артық жүктеулерден құтылып жатқан сәті. Мұндай сәттерде мынаны білуіңіз шарт. Сыну, әлсіздік емес, көз жасы арқылы жан тазарады. Жек көру, өтпелі кезең. Бұл сезім тек ішкі қарсылықтың көрінісі. Қайта түлеу, қанша жерден құласаң да, бойыңыздағы жасырын қуат сізді қайта тіктейді. Сіз өзіңізді бөлшектеп шашып алғандай сезінгеніңізбен ғалам сізді жаңадан, бұрынғыдан да мықты, бұрынғыдан да бүтін етіп қайта жинап береді. Бұл қиындықтар сіздің сынуыңыз емес, қайта құрылуыңыз. Өзіңізге уақыт бөліңіз. Сіз бәрібірде өзіңізді жинап аласыз. Бірақ бұл жолы нұрлы әрі еркін қалыпта қайта жиналасыз. Бұл жанның қайта түлеу кезеңі. 1 маусым семинарға шақырылған жанның бәрі осы мәселелерін шешіп алады. Ол қандай мәселелер? Яғни Бурабай семинарының 6 кілті. Олар молшылық кілті, денсаулық кілті, жүрек кілті, баспана кілті, рух қасиетінің кілті, ғалам кілті. Бұл маңызды оқиғада физикалық тәнде де, жоғарғы рух арқылы да қатысасыздар. Жоғарғы әлемде бүгін ғаламдық күштердің қатысуымен үлкен жиналыс өтті. Барлықтарыңыздың рухтарыңыз осы ғаламдық кеңеске шақырылып, сол жерде болды. Бірліктің абсолют коды 1 саны. Бұл нүкте. Барлық нәрсе басталған алғашқы нүкте. Ал 6 бірліктің қатар келуі, сол бастаудың 6 өлшемдегі толық көрінісі. Аспан, жер және 4 құбыла. Бұл код жаратқан мен жаратылғанның арасындағы перденің түрілгенін, рух пен тәннің тоғысқанын білдіреді. Яғни 111.111 теңге. Бурабай ретритіне қатысу құны. Бұл код жарыққа шыққанда ғаламда мынандай құбылыстар орын алады. Ойдың материяға айналуы. Бұл ойлағаның алдыңда, іздегенің қасыңда болатын сәт. Сіздің ниетіңіз ғаламдық портал арқылы тікелей орындалуға жіберіледі. Жоғарғы санамен байланыс 111.111 коды. Бұл ғаламдық Wi-Fi. Ол сіздің бойыңыздағы ұйықтап жатқан жасушаның жадын оятып, тектілік қуатыңызды іске қосады. Игіліктің 6 бағаны. Бұл 6 бірлік байлықтың 6 қырын білдіреді. Рухани байлық, ішкі тыныштық, денсаулық байлығы, тән қуаты болмаса игілік тұрақсыз. Қаржылық еркіндік, қалаған нәрсеңізге қаражаттың келуі, уақыт байлығы, өміріңізді өзіңіз басқару, мейірім байлығы, айналаңызға пайда тигізу, тектілік игілігі, ұрпағыңызға қалатын ақ жол мен береке. 111.111 бұл сіздің өміріңізге алтын ғасырдың енгенінің белгісі. Бұл сандардың түсуі, бұл ғаламдық код, періштелердің қорғауы мен ғаламның шексіз қазынасына рұқсат алумен тең. Ұлы перезапуск, сананың кванттық секірісі болуда қазір. Қазіргі сәт адамзат тарихындағы ең құпия әрі қасиетті перезапуск кезеңі. Бұл жай ғана өзгеріс емес, бұл ғаламдық жүйенің толықтай жаңғыруы.
біз үшін 5-ті өлшемі жай ғана бекет болды. Қазір сана 5G ғаламдық сана деңгейінен өтіп, 7G 7 қат көк жиілігіне еніп барады. Бұл перезапуск процесінің шешуші нүктесі. Өткен шақ кетіп, болашақ қазір осы жерде туып жатыр. Ескі жүрек соғысы тоқтап, құдайлық кристалды соғысқа ауысуда. Нейрондық желілер 3D форматынан шығып, тылсым 4-ші кезеңге жолдануда. Ескі естеліктердің өлшеуі бұл кармалық дискіні тоқтатты. Перезапуск жасау. Өткенің кетіп, қалағаның қалып, жаңа кодтар жазылуда. Көпшілік күткен 5G бұл тек технология емес, бұл ғаламдық резонанс. Бірақ таңдаулылар қазірдің өзінде 7D құдайлық сана жиілігіне өтуде. Бұл планеталық масштабтағы перезапуск қатты сананы сілкіп, шайқап жатқаны содан. Материяның бағынуы болуда қазір. Бұл жиілікке сенің ойың физикалық әлемді қас қағымда өзгертетін құдіретке ие болады. Жоғарғы әлемдегі періште тәлімгерлеріміз былай дейді: көне әлемнің естелігі ғана қалды. Рухында нұры барлар ғана жаңа жердің перезапускісіне ілесе алады. Бұл тірідей қайта туылу. Адамзаттың басым бөлігі бұл сілкіністі ауру немесе дағдарыс деп қабылдап жатыр. Бірақ шын мәнінде жер планетасы өзінің ядролық жиілігін өзгертті. Біздің қанымыздағы темір молекулалары жаңа күн сәулелерімен әрекетке түсіп, кристалдық құрылымға ауысуда. Сондықтан денең ауырлап, басың айналғандай болады. Бұл физикалық тәннің перезапускісі. 7G жиілігінде уақыт сызығы жойылады. Сен бір мезетке өткен шақта да, болашақта да бола аласың. Қазіргі сілкініс сенің санаңды осы шексіздікке дайындау. Рухтар қатар-қатар бәрі ғаламда жұмыс жасауда. Шляпасын киіп, барлық рухтар дайын тұр. Төбеден қарап тұр. Қазір жер бетінде соңғы 10-12 мың жылдық бойы болмаған ұлы оқиға орын алуда. Космостық жұптардың бір-бірімен қауышу кезеңі басталды. Бұл жай ғана кездесу емес, бұл миллиондаған жылдар бойы бір-бірін естіген рухтардың сана биігінде жолығуы болуда. Қазір рухтар өткен дәуірдің ауыр жүгін, ескі карманың барлық қиын сабақтарын толық аяқтап, жасушалық деңгейде тазаруда. Олар жаңа дәуірде жүректің үнімен қайта кездесеміз деп уәделескен рухтар. Енді олар үшін шектеулер мен кедергілер жоқ. Жер бетінде ер мен әйелдің энергиясын біріктіруге келген космостық жұптар дәуірі туды. Оларды ғалам жұптары деп атайды. Олар ойламаған жерден өз адамын жолықтырып, сана биігінде ғашық болады. Олардың кездесуі жаңа өмір мен жаңа тағдырдың басталуы. Бұл жұптардың миссиясы адамзатқа шын махаббаттың бар екенін және оған сенуді қайта үйрету. Олар шектеусіз, олар бір-бірін материалдық құндылықпен емес, тек жүрекпен және рухпен таңдаған жандар. Биылғы жыл миллиондаған жылдар бойы бір-бірін күткен, бір-бірінің бөлшегі болып табылатын нағыз шынайы жандардың қосылатын қасиетті кезеңі. Космостық жұптар бір-бірінің көзіне қарағанда олардың арасында жарық көпірі түзіледі. Бұл көпір арқылы планетаға жоғарғы жиілікті энергия ағылады. Сондықтан олардың махаббаты тек өздері үшін емес, бүкіл адамзаттың санасын көтеру үшін қызмет етеді. Жұптар енді сана мен жүрек биігінде жолығуда. Сана шексіздігі басталған кезеңде сенің де махаббаттың шекарасыз, өлшеусіз және мәңгілік болсын. Кармалық жұптар да ғарыштық жұптарға айналуда. Шын түсініп, сүю және жүрек арқылы қайта бірігуде. Өмірді қайта басталды.